Сәлем достар. Менде осындай блокнот бар. Оның ішінде осындай қыз бар. Және мен осы қызды бояндыратын боламын сіздермен. Ал бастаймыз. Кеттік. Мінекей оның косметикаларын мен шашып төгіп қойдым. Және де мен сіздердің косметикаларыңызбен таныстырып жіберейін. Бұл осындай спонж екеуі бірге. Ал мынау макияж пудрамен екеуі бірге. Және де очкимен осындай кірпікті көтеретін. Очкиді бүктеп қойсаң да болады. Және осындай макияж деген ішінде әртүрлі түс бар, онымен бояйсың любой жерлерін. Және де мынандай салфетка өзінің, мысалда кірпігі дұрыс болмай қалса, кірпігін сүртетін сондай макияж. Ал енді біз бастаймыз. Кеттік. Мінекей енді мен бірінші оны осындай спонж екеуін бірге қолданатын боламын. Ал енді оның беттерін сүртіп шығайын. Мінекей мен оның спонжпен барлық жерін бояп болдым. Әрине кішкене бояп жіберейік. Ал енді біз осы макияж деген пудрамен бояйтын боламыз. Біз осылай ішін ашамыз. Өздеріңізді айналарыңызға қарап алыңыздар. Қандай сіздер сұп-сұлусыздар. Ал енді осының ішіне қолымызды кіргізейік. Кеттік. Міне, мен бояп болдым. Міне, беті слишком қоп-қоңыр болып кетті ме білмеймін. Ал енді біз мына екі құралды уже қолданып болдық. Енді оның көзін үлкейтеміз. Кеттік. Мінекей мен көздерін слишком қатты боядым, чтобы маған көздері қатты болған ұнайды. Так, енді оған очки тағып көрейік. Қалай жараса ма, жараспай ма? Өте прям пацанға ұқсап кетті. Ал енді біз оған осындай макияж дегенімізді аламыз да. Ішінен сіздер қандай жақсы көресіздер, соны комментарияға жазыңыздар. Маған қатты ұнайтын түс розовый, демек мен розовыйды алғам келіпті. Так что розовыйды аламын. Еще мен ұмытып кетіппін. Еще оның көздерінің кірпігінің астын бояу керек екен ғой, осы жерлерін. Ал біз оны давайте фиолетовый түске немесе сары түске бояймыз. Менің қатты бояғым кеп тұрған түс ол фиолетовый. Онда фиолетовыймен бояймыз. Кеттік. Мінекей мен біттім. Көзі қалай фиолетовый түсі оған қатты жараса ма, әлде жараспай ма? Комментарияға жазыңыздар. Ал енді маған оның ернін бояу қажет қой. Әрине біз оның ернін бояйық. Мінекей біздің помадамыз өте күшті болып тұр. Және бұл осындай күшті помада. Ал енді бұны бояймыз. Мінекей мен оның ернін бояп та бітіп қалдым. Және де біз көп затпен қолдандым деп ойлаймын. Қазір қарап көрейін, тағы не қалғаны білмеймін. Әйтеуір бәрі біткен сияқты болып тұр. Ал бұл макияж, мынау пудрамен екеуі бітті. Бұл екеуінен бірінші істеп қойғанмын. Және көздерін үлкейттім ба? Үлкейттім. Мен очки тақпаппын, қазір тағамын. Және де макияж дегенді істедім бе? Әрине істедім. Және салфеткамен кішкене мынау көздері шығып кетіпті. Соны сүртіп жіберейік. Ал енді бізде тек қана очки қалды. Мінекей очкиміз ашып алды осылай. Ал енді очки киген жараса ма, жараспай ма, соны айтыңыздаршы. Мінекей.
Ал мына қызды комментарияға жазып кетсіздер, оннан қанша балл қоясыздар? Очкимен жараса ма, немесе очкисіз? Ал мына қызға қаншадан қанша қоясыздар? Как будто бұл Wednesday'ді білетін шығарсыздар, ол қазір мода болып жатыр TikTokта. Ал бұл болса, міне, бұны менің әпкем бояндырған болатын, бағана ғана. Ал енді сіздерге сау болыңыздарды айтқым келіп тұр. Осымен менің видеом аяқталды. Сіздерге осы қыз ұнады деген ойдамын. Бірақ мына беттері слишком милый болып кетті, мен сияқты улыбкасымен. Ал енді менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар. Пока-пока.